Қазақ мектебі ашайық десек, аралас мектеп қылайық деп араласып кететін құлдық санадағы шенеуніктерден қашан және қалай құтыламыз? Қазақ мектебіне салынған жаңа ғимаратты аралас мектепке айналдырып жібергендер заң алдында жауап беруі тиіс. Ата-аналар жиынында алып кетіп, жоқ қылып жібереді де, жаңа қаулыда қазақ мектебі аралас мектеп болып кетеді. Қазақ елінде қазақ мектебіне бөлінген жер мен қаражатты қандай саясатпен халықты алдап, өтірік қажеттілікпен басқа мектепке беріп жібереді. Қабырғаңды қайыстырар осы тәуелсіз және әділетті Қазақстан ұстанымына қарсы қаракетке кім кінәлі? Олар неге жауап бермейді? Облыс қала әкімдері неге мемлекеттік мүддені қорғамай отыр? Осы бізде қазақ мектебі ашайық десек, аралас мектеп қылайық деп араласып кететін құлдық санадағы шенеуніктерден қашан және қалай құтыламыз? Тәуелсіздік алғанымызға 32 жыл болды емес пе? Мысалы, Алматы облысы Талғар қаласында 25 мектептің қазақша мектеп деген паспортын араластырып жүргендер қазір өсіп кетті. Алматы қаласында Наурызбай мектебі 270 мектепті де араласқыштар аралас мектепке айландырып жіберді. Біз елімізде қазақша оқитын балалар мен ата-аналардың талабын қолдаймыз. Екінші, қаладағы әр жерде жүрген қазақ оқушылары үшін жайлы мектеп жобасы бойынша жаңа мектеп берілуі тиіс. Үшінші, еліміздегі ескі ғимаратта және 3 ауысымда оқитын қазақ мектептерінің бәрі жайлы мектеп жобасынан жаңа ғимарат алуы тиіс. Төртінші, Кеңес империясы енгізген әлі күнге іс-шаралар Кеңес одағы тілінде өтетін аралас мектеп жүйесін тоқтату қажет.